Қазайым Талғатқызы, Қадырғали Қосымұлы Жалайри атындағы орта мектеп гимназиясының информатика пәні мұғалімі. Бүгін мен 4-ші сынып оқушыларына интернетке деректер жіберу тақырыбында сабақ өткіземін. Ал сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымызды бастайық. Бүгін білесіздер, өзі 4-ші тоқсан басталып жатыр. 4-ші тоқсан басталғаннан кейін біз міне жаңа бөлімге келеміз. Кітаптың 110-шы, 11-ші бетін аша қойыңызшы. Ортақ тақырыптары болашаққа саяхат, ғарышқа саяхат. Болашаққа саяхат. Енді тақтаға назар аударыңыздар. Тақтада қандай суреттерді көріп тұрсыздар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы суреттерге байланысты. Нендей тақырып өтеміз деген ойдасыздар? Кім айтамын дейді? Айша айта ғой. Мен тақтадан интернет арқылы хабарламалар жіберуді көріп тұрмын. Не ойлайсың? Біз интернет арқылы бірімізге хат жібере аламыз. Өте дұрыс айттыңдар. Бүгін біз интернет арқылы, интернет желісі арқылы хат хабарлама жіберу жайлы тақырып өтеміз, иә? Міне бүгінгі біздің тақырыбымыз 27-ші сабақ, интернетке деректер жіберу, 112-ші бетті аша қойыңдар кітаптарыңнан. Осы тақырыпты ашыңыздар. Біздің бүгінгі мақсатымыз файлдары қоса берілген хабарламаларды электрондық почта арқылы қабылдау және жіберу екен. Бүгінгі сабақта осы мақсатқа жетеміз деген ойдамыз, иә? Ал енді қараңдар, терминология жағынан қарайтын болсақ, кітаптарыңыздың жоғары жағында тақырыптың жанында 3 тілде электронды почта деген сөзі берілген, иә? Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілінде. Ал бірге қайталап айтайық, жаттап қалайық. Қазақшасы электронды почта. Орысшасы электронды почта. Ағылшыншасы енді анықтамаға жүгінетін болсақ, интернет дегеніміз ол бүкіл әлемді байланыстыратын, яғни деректерді жылдам әрі тиімді түрде жіберуге мүмкіндік беретін ғаламдық желі екен. Осы қарамен жазылғанды дәптерлерімізге жазып алайық. Ал енді жазып болсақ, келесі біздің бүгінгі алатын ақпаратымыз электронды почта екен, иә? Email. Бұл компьютерлер, желілер арқылы хабарламалар жіберу және қабылдау әдісі болып саналады екен. Және де электронның жұмыс істеу үшін 3 протокол бар екен, иә? Ол біріншісі SMTP, яғни хабарламаларды жіберу. IMAP деген бар. Хабарламаларды қабылдау және басқару. Және үшіншісі POP3 деген бар. Ол бізде хабарламаларды жүктеу. Осы протоколдар арқылы біздің электронды почтамыз жұмыс жасайды. Енді қараңыздар, тақтаға email-дің құрылымы дейді, иә? Email-дің 3 құрылымы бар екен. Яғни біздің хатымыздың 3 құрылымы бар екен. Біріншісі, хаттың несі екен? Тақырыбы дұрыс, ағылшынша header деп айтады екен. Екіншісі мәтіні дұрыс, body, үшіншісі қосымша файлдар, яғни attachments. Осы 3 құрылым арқылы біздің хатымыз дайын болады екен. Түсінікті ғой? Email клиенттері дегеніміз бұл бізде электрондық почтаны басқаруға арналған бағдарламалар екен. Олардың ең танымал клиенттеріне қайсы жатады дегенде Outlook, Thunderbird және Gmail мен Mail.ru жатады. Outlook дегеніміз ол бізде Microsoft-тың электронды почтасы екен. Gmail-ді өзіміз естулеріңіз бар шығар, Gmail қай жердің почтасы екен? Google. Дұрыс айтасыздар, Google компаниясының. Mail.ru ол бізде ресейлік компанияның почтасы екен, Енді қараңыздар, тақтада көргендеріңізде Gmail ол Google-дан қысқартылған Gmail немесе Gmail деп айтсаңыздар болады. Бұл бізде америкалық Google компаниясының электронды тегін почта қызметі екен. Ал енді қарасаңыздар, бірінші сурет тұр. Gmail-да көріп тұрсыздар, M деген әріп хаттың үстінде көрсетілген. Енді Mail.ru дегеніміз бар, собачка Mail.ru. Енді собачка деген мына А деген әрпімізді әр елде әртүрлі айтады екен. Mail.ru бұл бізде
ресейлік байланыс порталы болып саналады екен. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, екеуінің суреттерін қойып қойдым, көріңіздер, иә? Енді мен айтқан осы почталарға байланысты бір кішігірім ойын ойнатып жіберейін, иә? Сәйкестендіру ойыны. Бастайық. Қарап тұрсаңыздар, міне мына жақта почталардың суреті және оларға қатысты анықтамалар берілген, иә? Microsoft электрондық почта қызметі дейді. Кім шығарды бізде? Дидар, келем. Ана көк. Молодец, отыра ғой. Келесі шығады. Келем. Бізде Mail.ru бұлда тобына тиесілі дейді. Ана қызылдау келіп. Қайсы деп ойлайсың Mail.ru? Отыра ғой. Келесі, Амет келе ғой. Яндекс почта қызметі дейді. Яндекс почта қызметі бізде? Дұрыс, отыра ғой. Келесі, ең соңғысы қалды. Келе ғой. Өте дұрыс екен. Енді тексеріп көрейік жауабын. Барлығы дұрыс екен? Дұрыс екен, иә? Енді суреттеріне қарап жаттап алыңдар, иә? Енді оқушылар синхронность әдісін қолдану арқылы мен қазір сіздерге тақтадан барлық тапсырманы көрсетіп тұратын боламын. Сіздер ақырындап қазір мен отыр деген кезде компьютерге отырамыз да Gmail электрондық почтасын ашып қойдым сіздерге дайындап және құжаттарды да дайындап қойдым. Соларға мен көрсетіп отырған бойынша тақтадағы компьютермен бірігіп жұмыс жасаймыз. Жарай ма? Ал енді отыра қойыңдар. Дұрыс. Барлығында уже ашып тұр, иә? Көріп тұрсаңыздай, міне Gmail почтасы, осы жерді ашып көріп отырсыздар, иә? Түсініп алыңыздар. Мынаны бастап жатырмыз әлі. Тақтаға назар аударсаңыздар, міне написать деген батырмасын басып, жаңа хабарлама жіберіп көрейік, иә? Хабарламаны маған жібересіздер. Мен сіздердің не жазғандарыңызды көретін боламын. Қалай жазғандарыңызды, иә? Жібергендеріңізді тексеретін боламын. Ал енді написать дегенді бастық па? Написать батырмасын, яғни жазу батырмасын бастық. Мынандай терезе шығады көріп тұрсыздар, иә? Новое сообщение, яғни жаңа хабарлама деген тақта шығып тұр, иә? Міне көргендеріңіздей кому деген жерге менің атымды жазсаңыздар, айым десеңіздер, менің аккаунтымның почтасы шығады екен. Тема деген жерге біз тақырыбын жазамыз хабарламаның. Ғарышқа саяхат атты әңгіме деп жазасыздар. Міне осы жерге. Түсінікті ғой, иә, барлықтарыңызға? Жарайсыңдар. Кому деген жерге жазасыңдар. Так. Айым деген шығар, иә, көріп қой менің атауым шығар. Тема деген жерге әріп басасында міне ғарышқа жазамын. Ғарышқа саяхат деп жазамын. Тақырыбына. Осы жерде терезеде қарап тұрсаңыздар, ең астыңғы жақта отправить деген, жіберу деген жерді қарасаңыздар, мынандай белгіні көресіздер. Скрипканың белгісі. Ол бізде прикрепить файл деген жер ашылады екен, иә? Осы жерді бассаңыздар, яғни құжатты кірістіру деген бізге осылай кіріктіреміз. Ал осыны басқаннан кейін бізде не істейтін осындай терезе ашылады екен. Жұмыс стилінен біз рабочий столдан міне ғарышқа саяхат деген құжатты таңдап алып, батырмасын басамыз. Міне открыть, ашу деген батырмасын басып, осылай біздің құжатымызды хабарламаға не істейді екенбіз? Кіріктіреді екенбіз, иә? Түсінікті болса, жұмыс жасайық. Енді мына жерде ашамыз. Мен көрдім, прикрепить файл деп тұрем. Осы жерді басамыз. Бізде мына загрузки көрсең, міне біздің құжатымызды апарып жүктейміз.
Оқушылар, енді қараңыздар, осылай жүктеліп болған соң, астында міне жүктеліп болған соң, мен сарымен белгілеп қойдым, иә. Астында отправить деген батырманы бассаңыздар, сообщение отправлено, яғни хабарлама жіберілді деген осындай бізге хат келеді екен. Сосын отправленные деген жерді бассаңыздар, яғни хабарлама жіберілген жерлерді көру үшін, міне осы жерде кому және қандай тақырыпта, қандай құжатты кіріктірдік, соның барлығы сіздерде көрініп тұрады екен, иә. Енді біздің емайлымызде қауіпсіздікті келесі сабақтарда өтетін боламыз. Және сіздерге айта кететінім, бұл жерде біз парольдерді қорғау үшін не істей аламыз? Соны келесі сабақтарда өтеміз. Және оны алдын ала іздестіріп біліп келетін боламыз. Осы ақпарат жайлы сіздерге бір кішігірім тапсырма болсын. Енді бүгінгі біздің сабағымыз қорытындылайтын болсақ, бүгін біз интернет жайлы, электронды почта жайлы ақпараттарды алдық, иә? Енді түсінген болсақ, бізде интернет жайлы кім айтады? Интернет арқылы елде қандай жаңалық болып жатқанын білуге болады және бір-бірімізбен хабарласуға болады. Электронды почта дегеніміз кім айтады? Қыздар, ұлдар? Электронды почта бұл компьютерлік желілер арқылы хабарлама жіберу және оны қабылдау. Молодец. Постаға берілгенде, яғни бір-бірімізге почта жібере аламыз. Енді осы оқу мақсатымызға бүгін жете алдық деп ойлайсыздар ма? Бүгін не істеп үйрендік біз? Электронды почта арқылы хабарлама жіберуді үйрендік, иә? Қабылдауды, жіберуді біліп, көрдік, иә? Қалай жіберу керектігін. Бүгінгі біздің сабағымыздың қалай өткені жайлы өздеріңізді пікірлеріңізді қалдырса деген оймен мен сіздерге мынандай кішігірім карточкалар дайындап келдім. Осыған қараңыздар, иә? Мен түсіндіре кетейін, қыздар, ұлдар. Мына жерде жеріңіз бойынша кому деген жерге айым апай деп жазып, тема деген жерге менің пікірім деп жазасыздар. Тақырыбы, иә? Және соның астына бүгінгі сабақ бойынша қандай әсер алдыңыздар, қандай білім ала алдыңыздар, қиындықтар туындады, иә? Соның барлығын осыған жаза кетсеңіздер, иә? Ручкаларыңызды алып, осыны жазып шығасыздар, иә? Бұл бізде рефлексия деп аталады екен, иә? Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді қиындық тудырмады, барлығын бір-біріне жазып шығасыз. Ал кім жазып бітті? Қыздар, енді үйге тапсырма сіздерге кішігірім бағанағы айта кеткендей электронды почтаның қауіпсіздігі жайлы және өздеріңіздің ең жақын достарыңыздың электронды почталарын сұрастырып біліп, оларға хабарлама жібереміз, жарай ма? Біздің бүгінгі ортақ тақырыбымыз қандай болды? Ғарышқа саяхат, иә. Енді сендерге сұрақ, бүгін осы жақын арада қандай мереке келе жатыр? Анға, алдымызда қандай мереке екен? Дидар айта ғой. 12 сәуір күнгі ғарышкерлер мерекесі. Ортақ тақырыбымыз осынан туындап отыр екен. Ғарышкерлер мерекесіне байланысты бір әдемі құттықтау жасап, достарымыздың электронды почтасына хабарлама жібереміз, жарай ма? Келесі сабақта соны тексеретін боламын. Үйге тапсырма түсінікті деген ойдамын. Ұлдар, қыздар түсінікті ме? Иә, түсінікті болса, сабағымыз осымен аяқталды. Енді маған рефлексияларыңызды ақырдап жинап бере қойыңыздар, қағаздар.